Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Ас атасы нан демекші, осындай күлше нандарды пісірудің оңай әдісін қабыл алыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға суымызды, сүтімізді құйып, және сары майымызды, 1 шай қасық тұзымызды, 1 шай қасық қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және 1 шай қасық дрожь саламыз. Дрожьдің бұл жерде строго өтпеген, жақсы түрін пайдаланған дұрыс. Нанымыздың жұмсақ болуы соған байланысты. Бетін жауып біраз уақытқа қоя тұрамыз. Енді үстінен иеліктен өткізіп, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз және ең соңында сұйық май құямыз. Видеода көрініп тұрғандай қылып барлығын жасап, бетін целлофанмен жауып, 1-2 сағатқа көтерілгенше қоя тұрсақ, осындай өте жұмсақ қамыр шығады. Мен 7 бөлікке бөлдім. Бұдан да үлкен немесе майда қылсаңыздар болады. Бетін тағы да жауып, тұндырып қоямыз. Және пергамент бумага төселінген ыдысымызға күлше нандарымызды қойып, видеодағыдай етіп ортасын басып аламыз. Және көтеріліп кетпеу үшін шанышқының көмегімен де басып шығамыз. Қызып тұрған 220 градус пеште беті қызарғанша пісіріп аламыз. Бетіне 1 жұмыртқаның сарысымен 1 ас қасық сүт қосып, осылай жағып шығамыз. Және мен мак септім әсемдік үшін, оны жасамасаңыздар да болады. Міне осымен күлше нандарымыз дайын. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Және менің каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар.